Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8 сынып Қазақстан тарихынан 2 бөлім қайталау жинақтау тапсырмаларын талдайтын боламын. Сондықтан сіздер менімен бірге болыңыздар, менің каналыма жазылып, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. 2 бөлім 18 ғасырдағы қазақ хандығы деп аталынады. Бұнда 18 ғасырдың басындағы қазақ-орыс қарым-қатынастары, Ресей империясының қазақ хандығын қосып ала бастауы, Абылай ханның ішкі сыртқы саясаты тақырыптары бойынша тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма: автормен олардың айтқан сөзін сәйкестендіріңдер дейді. Жайық өзені қашан сарқылып, арнасы кеуіп қалғанша қазақтар оның бойынан кетпейді деген сөзді айтқан Әбілқайыр хан 1723-1724 жылдары Еділ қалмақтарына қарсы Әбілқайыр соғыс ашып, Еділ мен Жайық өзенін қалмақтардан тазартты. Ешбір ханның Абылайдай шексіз билікке қолы жеткен жоқ деген сөзді Шоқан Уәлиханов айтты. Шоқан Уәлиханов Абылай ханның шөбересі. Абылай хан Ресейдің қол астына өтуді қабыл алғанына қарамастан, іс жүзінде Ресейге мүлде тәуелсіз ішкі және сыртқы саясатты жүргізді. Абылай ханда шексіз билік болды. Ертіс бойындағы бекіністердің мақсаты оң жағалаудағы жерлерді жоңғарлардан, ал одан соң көп ұзамай-ақ қырғыздардан қорғау еді деп жазған Коншин. Петр I 1716 жылы қазақ шекараларының бойына әскери бекіністер салу үшін Бухгольц отрядын жіберді. Ол отряд Ертіс жағалауына Жәмішев және Омбы, Железинскі, Семей, Өскемен, Коряковскі бекіністерін тұрғызды. Екінші тапсырма: әріптерден тарихи есім құрап, сипаттама беріңдер. Бірінші әріптен Шайымовтың есімі шығады. Шайымов кім? 1731 жылы Әбілқайыр ханға қазақтардан ант қабылдату үшін Петербургтан тепкелеп басқарған елшілік келеді. Осы елшіліктің құрамында Башқұрттың ықпалды старшыны әрі батыры Таймас Шайымов та болды. Осы елшілікке жүктелген міндетті жақсы атқарғаны үшін патша үкіметі Тевкелевке кейіннен полковник атағын береді, ал Таймас Шайымовқа Тарқан атағын береді. Тарқан деген бұл түркі халықтарында берілетін атақ, айрықша әскери қызмет атқарған үшін беріледі. Тарқанды алған адамға әлеуметтік артықшылықтар да беріледі. Мысалы, ол алым-салықтан босатылады. Екінші әріптен Брянцев есімі шығып тұр. Брянцев деген кісі 1717 жылы қазақ даласына келген елші. Петр I осы қазақ даласын Орта Азияға шығатын кілтпен қақпа деп есептеп, қазақ даласын зерттеу үшін, барлау үшін елшіліктер жіберіп отырды. Брянцев елшілігі Әбілқайыр ханменен және Қайып ханменен кездесті. Қазақ хандары Брянцев елшілігіне шекарадағы дау-дамайларды бейбіт жолмен шешуге, сауда қарым-қатынасын жасауға Ресеймен және жоңғарларға қарсы әскери одақ құруға ұсынды. Қазақ хандарының ұсынысы қабылданбады, қазақтарға әскери көмек берілген жоқ. Үшінші әріптен Анна Ионовнаның есімі шығып тұр. Анна Ионовна бұл Ресейдің императрицасы 1730 жылдан 1740 жылға дейін билік етті. 1730 жылы Петербургқа жіберілген Әбілқайырдың елшілігін қабылдады және 1731 жылы кіші жүздің қазақтарын Ресейдің қол астына алу туралы грамотаға қол қойған императрица. Үшінші тапсырма 18 ғасырдың 30-60 жылдарына қатысты бір тарихи тұлға, бір хронология, бір оқиғаны жазып, соған қатысты өз пікірлеріңді білдіріңдер дейді. Тарихи тұлға Әбілқайыр ханды, Нұралы ханды, Абылай ханды жазуға болады. Мысалы, мен Әбілқайыр ханды алатын болсам, Әбілқайыр хан өте күрделі тұлға. Оның кезеңі де, өмір сүрген кезеңі де өте күрделі. Әбілқайыр ханды тарихшыларда, қоғамда кіші жүзді Ресейдің қол астына алу туралы тарихи оқиғасы үшін екі жақты пікір айтылады. Мысалы, көптеген адамдар Әбілқайыр хан қазақ хандығының тәуелсіздігін жойды десе, келесі бір тарап, егер жоңғар шапқыншылығы Цеван Раптан Қалден Сереннің жойқын шабуылы Жайық жағасына дейін жеткенін, жоңғарлардың қазақ хандығын жойып жіберу қаупі болғандығын айтады. Әбілқайыр хан жалпы бірден Ресейге бағына қойған жоқ. 1717 жылы Брянцев елшілігіменен кездесіп,
Ресей менен жоңғарға қарсы әскери одақ болғысы келетіндігін хабарлады. 1726 жылы Қойбағар елшіні жіберіп Петербургке Ресеймен әскери одақ болуға ұсыныс жасады. Бірақ бұл екі ұсыныс та орындалмай қалды. 1730 жылғы ұсынысты енді өздеріңіз білесіздер. Сондықтан осы деректерді алып, өз пікіріңді әрі қарай жалғастыруыңды сұраймын. 1756 жылы қазақтардың Абылай басшылығыменен Қытай агрессиясына қарсы күресі. 1756 жылы Қытай императоры қазақтарға шабуыл жасау туралы бұйрық берді. Қазақ әскерлері Қытай агрессиясына қарсы табан тіресе күресті. Және қазақ әскерлері Қытай әскерлерінің біресе мына жағынан біресе ана жағынан шығып үсті-үстіне шабуыл жасады. Қазақ әскерлері жеңіске жетті. Қытайлықтар келген ісімен кейін қайтуға мәжбүр болды. Бірақ алып империяға ұзақ қарсы соғысу ол мүмкін емес еді. Сондықтан келіссөздер басталып кетті. Осы оқиға туралы өзіңнің пікіріңді білдір. Тарихи оқиғаға қазақ хандығының Ресейдің қол астына өтуі туралы оқиғасын, не болмаса Кириллов басқарған Орынбор экспедициясы туралы, не болмаса Абылайдың Түркістанда хан сайлануы, немесе Шаңды жорық туралы айтуға өздеріңнің пікірлеріңді білдіруге болады. Достар, мен сіздерге екінші бөлімнің қайталау жинақтау тапсырмаларын талдап болдым. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достарыңызға таратыңыздар.